Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Флэш және достар, бүгін біз ошым жапка ютубердің ошым читерлерге бан берген аккаунттарды көрсететін боламыз. Ошым бан алған донатерский аккаунттарды көрсететін боламыз. Және достар, алог конкурсы әлі де жалғасуда достар, біле білсеңіздер. Осы айдың соңында ошым ең активный подписчикке, ең көп адам әкелгенге ошым алог персонажы бұйыратын болады. Ал енді мен видеома қарай кеттім. Так, достар, енді мен бірінші аккаунтқа келдім. Міне Винни Шептер 30 күн бұрын кірген, ошым 63-ші левел аккаунт. Және де бұл аккаунт чит қолданғышын жапкадан, ошым жапка видеосында шығарды бан алған аккаунттың бірі. Міне өте көп пропуск сатып алған донатердің аккаунтында бан алды достар. Чит қолданған үшін ошым жапка видеосында шығарды, содан кейін ол бан алды. Ошым көріп тұрғандарда өте көп донат салынған білігі бар, инкубатор үстіндегі заты бар, шорти, трикосы бар, ошым стенаның қыпысын көйтетін заты бар, питомец бар достар. Соңғы рет 5-ші айдың 5-ші ойнаған, значит достар, 5-ші айдан кейін жол бан алған. Ал енді мен келесі бан алған аккаунтқа қарай кеттім. 68-ші левел, және де 30 күн бұрын кірген, және де ол 30 күн емес, одан да көп планшер, бірақ ошым первый пропуск бар аккаунт достар. Первый пропуск бар аккаунт достар. Первый пропуск адам читпей ойнай ма достар? Айтыңыздаршы, комментарий жазып. Сіздерде первый пропуск болса, сіздер осылай рисковать етер медіңіздер. 4-ші айдың 26-сынан кейін ол уже бан алған. Көптеген үстінде первый пропусктың ошым заты, киімі, одан кейін маска, өте керемет прическа, мынандай өте керемет шалбар, кроссовка, ошым өте керемет сетті тұр. Және достар, осындай өте керемет аккаунтмен читпен ойнайды достар, читпен. Осыдан кейін бұл өте көп ақшасын жоғалтты бұл аккаунтқа салынған. Және де аккаунт жоғалтты үшін ойнамай кеткен шығар Free Fire'ды. Осыдан кейін қалай ойнайсың, қалай ішпейсің дегендей. Ал енді мен келесі аккаунтқа қарай кеттім. Келесі бан алған аккаунтқа келдім. Асала Астория деп тұр, ошым Астория деп тұр, ошым 63-ші левел. Және де бұл аккаунтта да өте жирный екен көріп тұрсыз достар. Мынау зат динозавр, ошым инкубаторда шыққан динозавр, өте керемет катана. Пропусктарды сатып алынған, міне примерно 5 пропуск сатып алған. Көптен бері ойнайтын көріп тұр. 3181 лайктар достар. 5-ші айдың 9-нан кейін уже бан алған. Өсі де өте керемет болыпты достар. Және де бұл чит қолданған үшін бан алған достар. Жапка ошым донатеріме қанша ақша салынды оған қарамайды, тек чит қолдануына бан беріп жатыр. Ал енді мен келесі аккаунтқа кеттім. Достар, енді мен келесі аккаунтқа келдім. Бан алған адамды көріп тұрмыз, кланын көріп тұрмыз. Кім бан бергенін жазып қойыпты, өте керемет қылып. Жапка гей деп клан ашылып тұр достар, көрдіңіздер. Міне бүйтіп басайын. Ошым жапка гей деп ашып қойған. Енді бан алған соң іші жанбай не істейді достар. Конечно, іші жанады. Өте керемет аккаунтына бан алған соң енді разочароваться етеді достар, сосын жазып қойған шығар. Бірақ бұған өзі ғана кінәлі, чит қолданған үшін бан алып отыр. Бұл 5-ші айдың 8-інде соңғы рет ойнаған, одан кейін бан алған. Мен келесі аккаунтқа қарай кеттім. Мен келесі аккаунтқа келіп жеттім, ошым Саид деп тұр, 58-ші левел, 30 күн бұрын кірген. Тағы да бұл аккаунтта да өте көп ақша салынған көріп тұр. 4 пропуск сатып алынған, өте керемет скар бар қолында достар, көріп тұрғандарыңыздай. Мынаны қараңыз, мынандай маска бар достар, өте керемет прическа. Көптен бері ойнайтын көрініп тұр. Өте көп матчтарда ойналған достар, өте көп энергия кеткен аккаунт. Және де бұл бессмыслен чит қолданып бан алып кетті достар. 4-ші айдың 29-да соңғы рет ойнаған, одан кейін уже бан алған бұл аккаунт. Не дейміз енді, бәріне өзі кінәлі. Так достар, бұлындай аккаунттар өте көп, бірақ мен тек бүгін 5-6 аккаунт көрсеттім. Достар, видеоролик ұнаса лайк басып қолдап кетеміз. Ал сіздермен болған мен Флэш, давайте.